Ассалаумағалейкум жақсыларым, қалайсыздар, амансыздар ма? Анасының жатырында жатып, ана тілін жоғалтып алған қазақтарға еш қатысы жоқ. Бірақ қазақ тілі үшін жан ауыратын қазақтар үшін өтінішпен түсіріп отырған видеом. 2022 жылдың 6 қараша күні Алматы қаласынан Астанаға жүретін номер 9 пойыздың 11 вагонының 38 орнында жолаушы болдым. Менің байқағаным, ақпаратты хабарландыруды жеткізетін құралда ақпарат хабарландыру тек орыс тілінде ғана беріледі екен. Мүмкін болып қалатын шығар деп біраз күттім. Мүмкін 50-де 50 болатын шығар. Тым болмағанда 1-2 рет қазақша шығатын шығар деп. Бірақ өкініштісі Алматы қаласынан Қарағандыға дейін бір ретте қазақша ақпарат болған жоқ. Сол үшін мен пойыздың басшысына шағымдандым. Енді ол кісі біздің жазығым жоқ, бізге бір флешканы әкеп беріп, басшылық компьютерге тығып қояды. Сол жерде ақпаратты осы оқып тұрады дейді. Сол үшін менің қолымнан келетін енді бір ғана іс, ол шағым кітапшасын сұрап алып, сол жерге өзімнің шағымымды, ескертуімді жазып кету болды. Бір өкініштісі, шағым жазатын кітап та орысша. Қазақ жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Сол сияқты сұрамаған халыққа ешқашан бұл қазақ тілі қалпына келмейді. Сол үшін мен өзімнің қолымнан келетінді істедім. Сіздерден өтініш. Бәрібір 18 сағат, 16 сағат жолда келе жатсыздар ғой. Телефон шұқылап, ұйықтап. Сіздерде осындай заңсыздықты, бассыздықты, немесе тілімізге деген құрметтің жоқтығын көрсеңіздер, ең болмағанда осылай шағым кітапшасын сұрап алып, ескертулеріңізді жазып кетіп отырсаңыздар, бір күн емес бір күні бұл да бір ретке келетін шаруа. Бір күні басшылыққа жетеді. Көп қорқытады, терең батырады деген қазақтың сөзі бар. Көп болып сұрай берсек, ретке келер. Сол үшін өтініш, осындай нәрсе көрсеңіздер, бейжай қарамаңыздар. Жол серік дейміз ғой, проводниктің өзі таңғалып жатыр. 2 жыл болды осы вагонда жүргеніме. Бір ретте байқамаппын деп. Біздің санамызға сондай сіңдіріп жіберген, тіпті орысшаны байқамайтын болғанбыз. Сондықтан байқап, ескертіп, талап етіп, өтініш қылып жүре берсеңіздер, сіздің сұрауыңызды, сіздің қалауыңызды қорғайтын тіл туралы заң бар, жарнама туралы заң бар. Ең бастысы Қазақстан Республикасының ата заңы бар. Мемлекеттік тілі, қазақ тілі. Керек болған жағдайда ғана орысша берілу керек. Сау саламатта болыңыздар.